Саламатсыздар ма 7-ші сынып оқушылары, 242-ші есепті түсіндіретін боламын. Тапсырмасы теңдеуді x айнымалысына қатысты шешіңдер. Мұнда ең алдымен жақшаны ашып аламыз. 5x минус 3a. Мұнда бізде минус таңбасы болғандықтан қарама-қарсы таңбамен шығады. Минус 2x минус 5a тең болады 4a-ға. Енді x-ті жинақтаймыз. 5x минус 2x 3x болады. Тең 4a. Мұнда минус 3a минус 5a минус 8a болады. Ол теңдіктің оң жағына плюс 8a болып қосады. Сонда 3x тең болады 12a-ға. Екеуі де 3 деген санға қысқарады. Сонда x тең болады 4a-ға. Мінекей x 4a-ға тең болады. Енді келесінде x қосылған 5m минус 3m плюс 2x тең болады 17-ге. 17m-ге. Енді x-ті жинақтаймыз. X қосылған 2x 3x болады. Тең 17m. Мұнда 5m минус 3m 2m болады. Ол минус 2m болып қосады. Сонда 3x тең болады 15m-ге. Теңдіктің екі жағы да 3 деген санға қысқарады. Сонда x тең болады 5m-ге. Төрт x минус 3p плюс x деп аламыз. Қосылған 8x минус 5p тең болады 5p-ға. Енді x-ті жинақтаймыз. Мұнда 4x пен 8x 12x болады. Мұнда бар екен, 13x болады. Мұнда 5p-ның өзі түседі. Минус 3p минус 5p 8p болады. Ол минус 8p болады. Мына жаққа, оң жаққа плюс 8p қосады. Сонда 13x тең болады 13p-ға. 13 пен 13 екеуі де қысқарады. Сонда x тең болады p-ға. Мінекей осы жауабы. Келесі x қосылған b-ның өзін жазып аламыз. Қосу мұндағы жақшаның ішіндегі өрнектері таңбасы өзгермей шығады. Минус мұнда енді өзгереді. Минус x плюс 3p болады. Енді ұқсас мүшелер біріктіреміз. Мұнда x пен минус x қысқарады. Мұнда x-тің өзі қалады. Мұнда бізде тең 8b. Мұнда бізде b, 2b, 3b, 6b болады. Сонда минус 6b қосады. Сонда x тең болады 2b-ға. Мінекей осы жауабы болады. X квадрат минус x минус c минус x квадрат плюс 2x плюс 3c тең 0 деп аламыз. Оқушылар өздерің білесіңдер, минус таңбасы болатын болса, жақшаның алдында ол қарама-қарсы таңбамен, мына ішіндегі өрнектердің бәрі қарама-қарсы таңбамен шығады. Енді мына екеуі қысқарады. Минус x плюс 2x x болады. Тең. Мұнда бізде минус c плюс 3c, сонда 2c болады. Ол теңдіктің оң жағына минус 2c болып қосады. Мінекей осы жауабы. Енді келесі 6x минус 4n минус 2x квадрат минус x. Келесі жақша солге ашылады. 2x квадрат минус n тең болады 0-ге. Енді мұнда мына екеуі қысқарады. Мұнда бізде минус x тең болады. Мына жерде бізде 6x бар екен. Сонда 6x минус x 5x болады. Қоясы қосылады 5x. Тең болады минус 4n минус n минус 5n болады. Ол плюс 5n болып теңдіктің оң жағына ауысады. Сонда мұндағы 5-тер қысқарады. X тең болады n-ге.
Мінекей осы жауабы. Түсіндіріп өткен есептер бойынша қандай да бір сұрақтарың болса, пікірге жазып қалдырсаңдар болады. Сау болыңдар.